Қайырлы күн достар! Бүгін сіздермен Әсел. Менің бүгінгі кезекті рецебім шоколадный медовик. Бұл шоколадный медовик өте нәзік болып шығады. Менімен бірге қайталап, бұл шоколадный медовикті жасаңыздар. Міндетті түрде. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен, бірінші кезекте ожауымыздың басына қантты саламыз, сармайымызды саламыз, балымызды саламыз, мына ожаудың басына мен қант, сармай, балды салып алдым. Бұны енді пештің бетіне қойып, ертіп аласыздар. Енді соданы гаситетіп аласыздар. Міндетті түрде жақсы гаситетілген соды жалпы нанның дәмін өте керемет қылады. Ал дұрыс гаситетілмесе, соданың дәмі шығып тұрады. Ұнды міндетті түрде илеп аласыздар. Иленген ұндарыңыз өте жақсы көтерілетін болады. Осы иленген ұнға біз қазір какаоны илейміз. Какаоны мен илеп болдым. Енді ұн мен какаоны біріктіріп, жақсылап араластырып аласыздар. Бал мен май қант осылай жақсылап ериді. Әбден еріп болғаннан кейін, бұның ішінде қант полностью еріп кету керек. Еріп болғаннан кейін гаситілген соданы қосып, карамель. Біздің май қант балымыз қайнап жатыр. Бұл қазір жақсылап қайнап болады. Қайнап болған кезде қант жақсылап еру керек, самый главный. Осы еріп болғаннан кейін гаситілген соданы қосып, тағы да араластырасыздар. Соданы салып, енді бұны араластырып тұрасыздар. Себебі бұл қазір бізде өте жақсы көтеріледі. Сол себепті жиі араластырып тұрған дұрыс, асты күйіп кетпеу үшін. Қазір бұның түсін карамельный түс пайда бола бастаған кезде оттан алып тастаймыз. Байқасаңыздар, міне карамельный түс пайда бола бастады. Біз енді бұны алып тастаймыз. Блендердің көмегімен жаңағы еріген қант балмайды біраз тезірек суытып аламыз. Жұмыртқамызды құйып, тез араластырып жібереміз. Мына біздің балымыз біраз суыды, жұмыртқа бәрін қосып сразу араластырдым. Енді нанға құйып, қасықтың көмегімен жұмсақ нан елестер. Жалпы бұл нан кішкентай сұйықтау болады, бірақ та қосымша ұн қосудың қажеті жоқ. Қанша грамм жазылып тұр, сол ұнмен ғана жасаңыздар. Мен нанды илеп болдым. Нанды илеп болған кезде пластилинмен қалай жұмыс істейсіздер, сондай қоюлық болады. Бұл нанды енді осылайынан суытамыз. Суыған кезде нан бойына ұнды көп тартпайды. Сол себепті нан салқындау керек. Мынау менде кремнің құрамы, бұл жерде менде сметана мен қант. Қанттың мөлшерін өздеріңізге қандай дәм ұнайды, соны қосасыздар. Мен бұл жерде 400 грамм сметанаға 40 грамм ғана қант қостым. Сметанаға қантты қосып, крем жасаймыз. Мен кремді взбивать етіп болдым. Кремнің қоюлығы мягкий пик болу керек. Өте жұмсақ, жеңіл болу керек. Сонда пирогтарыңызға бұл влага сіңген кезде пирог өте жұмсақ болып шығады. Міне көрсеңіздер,
іздері ғана қалады миксердің. Осы қоюлық жарайды деген сөз. Вот мягкий пике, видите, клюки. Вот осындай ғана болу керек. Бұдан қою керек жоқ, потому что бұл май болып кетеді. Нан әбден суып болды. Бұл бізде пирог болады. Сол себепті мен нанды осы колбаса қылып жинап алдым. Артық ұн пайдаланбайсыздар. Бұны қазір біз 6 бөлікке бөлеміз. Силиконный ковриктің бетіне біраз ғана ұн себеміз, ұнды көп сеппейміз. Себебі ұн көп болған кезде шикі ұнның дәмі шығып тұрады. Силиконный коврик жоқ болса, обычный пергаментный қағазбен салып пісірулеріңізге болады. Мен нанымды жайып болдым. Бұны 4 бұрыш қырып жайған себебім, бізде қазір мына 4 бұрыш формаға саламыз. Жинаған кезде сонда пирогтарыңыз кескен кезде өте әдемі болып шығады. Нанның бетін, нан көтеріп кетпеу үшін вилкамен біраз шаншып шығасыздар. Пешті 180 градуста қыздырып қойдым. Кем дегенде 3 минут қана бұл пысады. Мен нанды полностью пысырып болдым. Енді бізде 6 слой ғана болады. Кремді көрсеңіздер, өте нәзік болып тұр. Осылайынан бір келгетіп жағып шығасыздар. Мен кремді осылай бір келгі қылып жағып шықтым. Осылай рет-ретмен каждый нанның бетіне жағып шығасыздар. Сонымен достар, менің медовигімнің нәтижесі өте тамаша болып шықты. Міндетті түрде жасаңыздар. Мен сіздерге қазір бұл медовиктің қандай жұмсақ болып тұрғанын көрсеткім келіп тұр. Қараңыздаршы. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.